Бізді қоршағандардың барлығы өте кішкентай бөлшектерден, атомдардан немесе молекулалар деп аталған атомдар тобынан құралған. Ауа негізінен азот және оттегі молекуласынан тұрады. Сонымен қатар, ол аргон және көмір қышқыл газы, тағы басқа газдар молекулаларынан құралған. Азот молекулалары бір-бірімен байланыспаған. Олар әрқашан қозғалыста жүреді және бір-бірімен соқтығыспайды. Оттегі, көміртегі диоксиді және аргон атомдарының молекулалары да осындай. Молекулалар еркін орын ауыстырғанда, біз олар газ тәрізді күйде деп білеміз. Металдан жасалған қатты заттарды қарастырсақ, олардың атомдары бір-бірімен тығыз байланысқан. Сондықтан молекулалары еркін орын ауыстыра алмайды. Молекулалардың осылайша тығыз орналасуы дененің қатты күйі деп аталады. Газ тәрізділер мен қатты денелер арасындағы күй сұйық күйге тән. Сұйықтықтың молекулалары бір-біріне жақын, бірақ олар тығыз нақты құрылысқа ие емес. Су магнитті шарик сияқты. Егер ыдысқа құйып жіберсең, олар тез араласып кетеді. Бірақ нәтижесінде оларда ажырату қиын болады. Қатқан су заттың қатты күйіне жатады. Сынап сұйық металл заттың сұйық күйіне жатады. Люминесцентті лампаларда газ тәрізді зат болады. Жалпы, біршама заттар әртүрлі жағдайға байланысты қатты сұйық немесе газ тәрізді күйге ие болады.